Бір күні Атат пен Бейбіш саябақта ойнап жүрген кезінде Бейбіштің қарны ашыпты. Атат менің қарным ашты. Неде қарным ашты. Рөлеге білген керек. Шөледегі даттана емес. Шөледе датте өрдегі болмайды. Мана апаймыз. Дұралады онда дейміз. Атат пен Бейбіш асханаға кіріп, тәттілерді іздей бастапты. Тәттілік қайда мүшірдейді көру керек. Қазір табамыз. Сөйтіп екеуі сөреде тұрған тәтті бәліштер мен конфеттерді тауып алыпты. Қандатамды. Қандататтым. Атат пен Бейбіш тәттіні көп жепті. Сосын Бейбіштің іші ауырып бастапты. Мешім ауырып жатыр. Тон татып ұқтайды. Атат пен Бейбіш ұйықтап жатқанда Атат тіс ауырып оянып кетіпті. Бейбіш менен дісім ауырып жатыр. Мама атамыз ба? Мама ішім алып жатыр. Менен ішім ауырып жатыр. Мама мысық дәрігерге қоңырау соғып, дәрігерді үйіне шақырады. Дәрігер келіп, Атат пен Бейбішті тексеріп, оларға көп тәтті жеуге болмайтынын айтады. Оларға дәрі беріп, енді көп тәтті жесе ауруханаға алып кететінін айтады. Атат пен Бейбіш солай ұйықтап қалыпты. Мама, енді мен көп тәтті демеймін. Көп тәтті демеймін болды. Атат пен Бейбіш осылайша тәттінің көп жегенін, денсаулыққа зиян екенін түсінді.